Аптасына 2,5 келі салмақты жоғалтудың ең тиімді әдісі. Достар, лайк қойып арнаға жазылыңыздар. Бұл бізге келешекте ағылшын тілінен аударылған қызықты әрі ғылыми бейнелерді жиі әрі ұдайы шығаруға оң екпінін береді. 12 кеңес. Егер сіз өзіңізді мүмкіндігінше тезірек мақтаныш еткіңіз келсе, салмақты жоғалту деген өзіңізге адекватты мақсат қойғаныңыз жөн. Салмақ жоғалтудың мақсатқа жақындататын және көңіл күйіңізді жақсартатын тиімді әдісі бар. Сізге осы бейнеде айтатын сол бір әдіс. Ол көп уақытты қажет етпейді және сіздің ашығуыңызды талап етпейді. Сонымен қатар, салмақ жоғалту үшін қауіпті қоспаларды қабылдауды талап етпейді. Немесе жаттығуды 2 есе қарқынды жасауды қажет етпейді. Бұл бейнедегі кеңестер өте тиімді және сіздің өмір ырғағыңыздың түбегейлі өзгерісін талап етпейді. Оны ақш-тың сертификатталған диетологтар мен фитнес нұсқаушылар әзірлеген. Бұл бейнеде 12 кеңес берілген. Кем дегенде 4 кеңесті таңдаңыз. Осы кеңестерді апталық кестеңізге ендіріп, оларды 7 күн бойы орындаңыз. Егер өзіңізге жоғары мақсат қойсаңыз, тағы бірнеше кеңестерді қолдануға болады. Сіз жасайтын өзгерістер неғұрлым көп болса, бір апта бойы жоғалтатын салмағыңыз соғұрлым көп болады. Бірінші кеңес. Сусындардың ішінде көбінесе су ішіңіз. Спорттық немесе энергетикалық сусын, жеміс коктейлі, не алкогольсіз сыра, әр стақан шамамен 100 калориядан тұрады. Бұл сусындар сізге 100 калориялық тамақтың тоқ басуын бермейді. Басқа сусындар құрамында натрий мен көмірсудың мөлшері жоғары болуы мүмкін, ал олар денеңіздегі суды ұстайды, сондықтан томпайған келбет береді. Басқа жағынан, су құрамында калория мен көмірсу жоқ, ал натрийдің мөлшері өте аз. Бұл қасиеттер суды мінсіз сусын етеді. Таңғаларлықтай, су шынымен денедегі судың артығын шығаруға көмектеседі. Сонымен қатар метаболизмді жылдамдатады. Суға дәм беру үшін тұнбаны қолданып, лимон кесегін немесе жалбыз жапырақтарын қосыңыз. Екінші кеңес. Тазартылған көмірсулардан бас тартып, жаңа өскен көкөністерді жеңіз. Ақ күріш, спагетти және бутербродтағы қарапайым көмірсулар сізге салмақ қосуы мүмкін, өйткені олар өте тез сіңіріледі. Нәтижесінде ашығу сезімі тез арада келіп, сіз артық жеп қоясыз. Бір апта бойы көкөністерді жеңіз. Күріштің орнына гүлді қырыққабаттан жасалған күрішті татып көріңіз. Тұздыққа салынған чипстерді жегенше, тұздыққа салынған сәбізді жеңіз. Көкөністердегі күрделі көмірсулар қарапайым көмірсуларға қарағанда баяу сіңіріледі. Сондықтан тою сезімі ұзақ уақытқа созылады. Көкөністер негізінен судан тұрады. Сондықтан олар денедегі артық судан құтылуға көмектеседі. Now you want to squeeze and twist and suck, so then it feels like he's getting fucked and sucked all at the same time. It's like this. Үшінші кеңес. Күнделікті түрде 30 минут кардио жасаңыз. No titties! No titties! Жүрек ырғағын арттыратын жаттығулар калорияларды жағады. Сарапшылардың айтуы бойынша, бір мезгілде бірнеше бұлшықет топтарын қамтитын кардио жаттығуларды орындағанда, сіз көп калорияларды жағасыз. Біз ұсынатын 3 өте тиімді кардио жаттығулары бар. Олар спиннинг, кардио кикбоксинг және буткамп.
әр жаттығудың жарты сағат ішінде 200-ден 300-ге дейін калорияларды жағады, ал қол, аяқ және дене бұлшықеттерінің тонусы жақсарады. Сондықтан денеңіз әсем әрі жинақы болып көріне бастайды. Егер жаттығуыңыз интервалды болса, бір сеанста қосымша калорияларды көп жағасыз. Ол қарқынды жаттығудың қысқа интервалдары мен қарқынды емес жаттығудың интервалдарынан тұрады. Төртінші кеңес. Жаттығудан жарты сағат бұрын кофе ішіңіз. What's that haunting aroma? I don't know. Бұл тек су ішу ережесінен тыс болған кеңес. Кофе сіздің таңертеңгі жұмысыңызды жемісті еткен сияқты, жаттығу алдындағы сүт қосылған кофе немесе қара кофе жаттығуда қосымша күш береді. Сіз өзіңіздің бойдағы барлық күш-жігерді салып, көп калорияларды жағатыныңызды байқамай қаласыз. Бесінші кеңес. Секс кезінде шабандоз кейпін қабылдаңыз. Әр кеш сайын әріптеспен жыныстық қатынасқа түсу үшін себеп іздеген емес. Шын мәнінде бұл кейіпте адам ең көп калорияларды жағады. Шабандоз кейібі өзіңізге барлық жұмысты қабылдағаныңызды білдіреді. Ал сіз неғұрлым белсенді болсаңыз, соғұрлым көп калорияларды 30 минут ішінде 150 калорияға дейін жағасыз. Шабандоздың артқы кейібін қабылдаңыз, яғни жігітке арқамен бұрылып отырыңыз. Бұл сан және бөксе бұлшықеттерінің қосымша қозғалысын талап етеді. Сондай-ақ секс кезінде сүйсінушілік тудыратын нейротрансмиттерлер мен эндорфиндер өндіріледі. Алтыншы кеңес. Күнара 36 қолды бүгіп жазу, яғни отжимания, және аяқты созып отыру, яғни выпадтар жаттығуларын жасаңыз. Жаттығулардың бұл түрлері бұлшық еттеріңізді құруға көмектеседі, ал денеңізге анағұрлым сүйір пішінді келбет береді. Әрбір жаттығуды күнара 12 қайталаумен 3 рет жасау керек. Отжиманиялар дененің жоғарғы бөлігіне бағытталған, ал выпадтар бөксе, жамбас және сирақ бұлшық еттеріне бағытталған. Бір кішігірім кеңес бар. Отжимания жасаған кезде сіздің арқаңыз және аяқтарыңыз бір сызықта қалатынына көз жеткізіңіз. Бұл бұлшық еттің тонусын жақсартады. Сонымен қатар, қолдарыңызға салмақ алатын болсаңыз, выпадтар бұлшық еттің ұлғаюына көмектеседі. Жетінші кеңес. 30 минут артық ұйықтаңыз. Сіз 5 немесе 8 сағат ұйықтасаңыз да, бұл қосымша жарты сағат таңертең жақсы тамақтануыңызға көмектеседі. Мысалы, қуат жинау үшін таңғы аста қарапайым көмірсулар қабылдағанды болдырмайды. Сонымен қатар, ұйқым қанбады деген сылтауға сүйенбей, таңертеңгі жаттығуларды жіберіп алмайсыз. Айтпақшы, толық ұйқы мүмкіндігінше 7-8 сағат метаболизмді тездетеді. Бұлшық еттер адам ұйықтау кезінде өскендіктен, сіздің ұзағырақ ұйқыңыз бұлшық еттің тонусын жақсартады. 8-ші кеңес. Бір тағамнан бас тартыңыз. Man, the only thing I like better than an eggplant burger is a chocolate-covered eggplant burger. Бір тағамнан бас тарту, мысалы түскі астан кейінгі чипстер немесе кешкі астан кейінгі шоколадты десерт бірнеше жүздеген калориядан аулақ болуға көмектеседі. Бұл майдың жинақталуына әкелмейді. Сіздің денеңіз бұл тамақтың жоқтығын байқамай да қалады. 9-ші кеңес. Ақсерке балығын жеңіз. Ақсерке бұлшық ет тонусын жақсартатын қоректік заттармен толы және теріңізге сау жылтыр түс береді. Кейбір диетологтардың айтуынша, қандай пісіру әдісі болса да, ақсеркенің бір порциясы бірден бетіңізге сұлба бере бастайды. 10-ші кеңес. Іштің кебуіне арналған таблетка қабылдаңыз. I'm thinking about getting me an appointment and go down and get my colon cleansed thoroughly. You want your colon clean? Fine, I'm gonna clean mine. Yeah, now my colon is clean. I'm talking squeaky clean. Дәріханада сатылатын шайнайтын таблетканы қабылдаңыз. Олар ас қорыту жолындағы газды көпіршіктерді жойып, іш кебудің алдын алады. Бұл ішіңізді тегіс етеді. 11-ші кеңес. Вакуум жасаңыз. Арқаны тік ұстап, иығыңызды артқа тартып, ішіңізді омыртқаға қарай тартыңыз. Бұл сіздің беліңізге нәзік әрі жіңішке көрініс береді. 12-ші кеңес. Отырып тұру және пресс жаттығуларын жасаңыз.
Бодибилдинг спортшылары бұл жаттығуларды жарыстың алдында жасайды, өйткені олар бұлшықеттерге дефиниция береді. Осы жаттығуларды 12 қайталаумен 3 рет жасаңыз. Бұл бөксе, аяқ және престі нығайтып, тонус береді.